Менде мына кешегі Жанболат Мамайдың митингіне шығып қатысқан Мамайдың жандай шаптарына оны қолдайтын бір әжептәуір халық бар ғой, қазақтар. Соларға бір сұрағым бар еді. Мүмкін осы менің көрерменнің арасында жаңағы Мамайды қолдайтын бөлі бар шығар. Жандай шаптары. Сұрақ міне. Кешеге шыққан митингілерде жаңағы Жанболат Мамайдың әріптестері қолдарына ұстап алған қағазға жазылған ұрандары және ауызша айтылған кредиттік амнистия, оны жарайды қоя тұрайық. Қытай экспансиясы деп көп айтыпсыз кеше. Үш ұранның біреуі Қытай, ойбай Қытай, Қытайды бездірту, Қытайдың экспансиясын тоқтату, Қытаймен сауда, саяси, мәдени, басқа қарым-қатынасты нығайтудың орнына оны шектеулі қылып тоқтату дегенде енді әртүрлі. Жалпы қысқаша айтқанда Қытайға жол жоқ, Қытай экспансиясы тоқтасын деген сұрақ қазақтарға. Неге сендер Қытайды айта жалықпай оған, ешқандай оған дәлел келтірмей, неге Ресейдің экспансиясын айтпайсыңдар? Жан-жақтарына қарасаңдар, құрметті ағайын қазақтар, көздеріңді ашып жан-жаққа қараңдаршы. Кілең орысша, ресейшіл, кеңес одағынан келетқан әлі күнге шейін үзілмей олардың отаршылық саясаты бізде жалғасуда. Біз әлі Ресей ықпалындамыз, Ресей дәуіріндеміз, соның экспансиясын астында әлі жатқан еліміз, мемлекет. Тәуелсіздігімізге әлі толық жетіп қанағаттанған жоқпыз. Аты бар, заты жоқ. Жартылай енді тәуелсіздікке бара жатамыз, бірақ Ресей кедергі болып, әскери күшімен, әртүрлі ракет, зеңбірек, танкілермен бізді қорқытып, ішіміздегі 5-ші колонна ресейшіл элементтермен бізді көмекейімізден ұстап қалқандырып отыр. Әлі күндік кейін. Осыны неге айтпайсыңдар қазақтарын, жаңағы Мамайдың жандай шаптары? Неге? Қытайды айтасыңдар, экспансия келешекте ма, бүгін ба, ойбай, тоқтату керек деп, тек қана Қытай деп Ресейді неге айтпайсыңдар? Путинді, қазақтың жерінде орналасқан әлі күнге шейін істеп тұрған 5 Ресей зеңбірек зымыран полигондарын неге айтпайсыңдар? Ресейдің қарамағында қолында жатқан бәленбай миллиондаған гектар жеріміз бар. Жерімізді улап атқан гептилдік космодром бар. Біздің Қазақстанда істейтін Ресейдің басқа өнімдері бар. IT саласында 1С бухгалтерия, Яндекс такси, Mail.ru, Яндекс.ру пошталары және басқа телевизор, көгілдір дидарды қосып қойшы экранды. 80% беріліп атқан бағдарлама Ресейдің үгіт насихаты және басқаша. Ресейдің қаншама зиялы болсын, жүргізушілері, шоумен, саясаткерлері, Жириновский сияқты жексұрындар қазаққа қаншама тіл тигізген. Оларға неге қарсы шықпайсыңдар, айналайындар, айтыңдаршы қазақтар. Бірақ маған сұрақ қоймаңдар, сен өзің шықтың ба деп. Біз осы таяуда 4 рет мемлекетке шағымданып митинг өткізбекші болғанбыз. Ресейдің әскери полигондары қазақ жерінде жабылу керек деген. Бізге енді рұқсат берілмеді, бірақ біз бұл жұмысымызды жалғастырамыз. Карантин болды, ақ болды, көк болды, тоқтап қалды, бірақ біз оны жалғастырамыз. Қазақтың жерінде Ресейдің және басқа мемлекеттердің шетелдік әскери полигондар болмайды деген саясатымыз бар. Қазақтандыру деген ұмтылысымыз бар. Соған неге жақтасып, соған неге шықпайсыңдар? Ресейге неге қарсы шықпайсыңдар? Неге тек қана Қытайды ғана айта бересіңдер? Айналайын қазақтар, жаңағы Хак, Мак, Жанболат Мамай деген сияқты әркімдерді қолдап жандарын шығып, митингке шығып жүргендер, Әблязов, қазақтың жауларын неге қолдайсыңдар? Айтыңдаршы. Қалай ажыратамайсыңдар ақ пен қараны?
сол айтайын дегенім осы сұраққа жауап берсеңдер жақсы болатын еді. Жаңағы Мамайдың өзі ма, оның әріптестері ма, оның қасында жүрген, оның үстінде отырғаны ма, Төлеген Жүкеев па, жаңағы Респек Сәрсенбаев па, қалай еді ана тағы да, Балташ Тұрсынбаев па, басқаларын жауап беріңдерші, көкетайлар. Неге Қытайға қарсы шығып, гипотетикалық экспансияны әлі жоқ экспансияны бар деп, бар экспансияны Ресейді жоқ деп неге сондай саясат жүргізесіңдер? Көкетайлар.